Сәлеметсіңдер ме балалар, каналыма қош келдіңдер. Видеомен таныстас бұрын каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Біз бүгін жаңартылған мазмұндағы оқу бағдарламасына сәйкес 11 сынып оқулығындағы антиденелер тақырыбы бойынша ашық сұрақтар, тест сұрақтарын сіздерге ұсынамын. Менімен бірге болыңыздар, сұрақтарыңыз болса комментарийға жаза кетіңіздер. Плазма нәруыздарының жиынтығы иммуноглобулиндер деп аталады, және ол IgG деп белгіленеді. Миелома қан өндіретін ұлпалардың ісігі. Ең танымалы Бернеттің клонды селекциялық гипотезасы. Антиденелер екі түрлі қызмет атқарады: антиген байланыстыру және эффекторлық. Антидененің комплементарлық қабілеті олар тек өзіне қарсы жасалған және кеңістіктегі құрылымы бойынша сәйкес келетін антигендермен өзара әрекеттеседі. Антиденелердің молекуласы амин қышқылдарынан құралатын 4 полипептидтік тізбектен тұрады. Олардың екеуі ауыр, екеуі жеңіл болады. Зерттеудің серологиялық әдісі антигендер мен антиденелердің арнайланған өзара әрекеттесу реакциясына негізделеді. Серологиялық әдіс мынадай мақсаттарда қолданылады: науқас қанының плазмасында антиденелерді табуға негізделген жұқпалы және иммундық ауруларды серологиялық жолмен диагностикалау. Екінші, жұқпалы ауруларды биологиялық сұйықтықтарда немесе ұлпаларда патогенді микробтардың антигендерін табуға негізделген серологиялық жолмен диагностикалау. Үшінші, жұқпалы ауруларды диагностикалаудың бактериологиялық әдісіне табылған белгісіз микробтарды серологиялық идентификациялау. Антиденелер мынадай топтарға бөлінеді: бірінші және екінші. Бірінші седименттік констанциясы 7S болатын шағын молекулалар. Екінші седименттік констанциясы 19S болатын үлкен молекулалар. Біріншісін У молекулалар дейміз, екіншісін У глобулиндер деп атаймыз. Антиденелердің антигендермен әрекеттесу сипатына қарай бөлінеді 3 топқа. Ол коагуляциялаушы, лизистейтін және бейтараптандыратын. Балалар, осы антидене тақырып бойынша сұрақтар осындай болды. Тағы да сұрақтарыңыз болса комментарийға қойыңыздар. Келесі жолы басқа тақырыптардан, тараулардан тағы да осындай ашық тесттарын құраймын. Сіздерге бұл ұбт-да кездеседі. Қажеттеріңізге жарасын. Сау болыңыздар.